Сәлеметсіңдер ме? Текелі қаласы нөмірі 4-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Бекжігітова Қанат Есболатқызы. Бүгін кезекті сауат ашу сабағы. Екінші аптаның 3-ші сабағы. Сабағымыздың тақырыбы ұлттық тағамдар әліпби. Сабағымыздың мақсаты мәтін бойынша өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру, мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бере білу және мұғалімнің көмегімен наурыз көженің рецептін құрастыра білу. Ал балалар, бірінші сабағымызды мәтіннен бастағым келіп тұр. Олай болатын болса, 34-ші беттегі бірінші жаттығуға қараңдар. Ол жерде наурыз көже мәтінін мен балалар сендерге оқып берейін, сендер мұқият тыңдаңдар. Наурыз жыл басы. Наурыз тойының мақсаты халыққа молшылық тілеу. Сол үшін қазан наурыз көже жасайды. Наурыз көже әртүрлі дәммен жасалады. Оған бидай, тары, қамыр, су, ет, тұз, сүт сияқты 7 дәм салынады. Наурыз көжеге арнап ет, қазы сақталады. Көжеге құрт езіп, бозды да қосуға болады екен. Міне балалар, сендер мына мәтінді мұқият тыңдаған болатын болсаңдар, наурыз көжеге қандай тағамдар қосылатынын білдіңдер. Балалар, наурыз көжеге қандай тағамдар қосылады екен? Кәні қайталап көрейікші. Жарайсыңдар балалар. Бидай, тары, қамыр, су, ет, тұз, сүт қосылады екен балалар. Міне балалар, сендер өз ойларыңды айта білдіңдер және сұрақтарға жауап бердіңдер. Олай болатын болса балалар, мен сендерге мынандай сұрақтар қояйын. Сол сұрақ бойынша жауап беріп көрейік. Наурыз қандай мереке? Әрине балалар, наурыз жыл басы. Наурыз көже қалай жасалады? Жарайсыңдар балалар, наурыз көже 7 тағамнан жасалады екен. Балалар, наурыз көже сендерге ұнай ма? Әрине балалар, өйткені ол өте дәмді болады. Олай болса балалар, сендер осы наурыз көжеге рецепт жаза аласыңдар ма? Оны қазір өзіміз байқап көреміз. Балалар, енді сендер мына бейнетаспаға назар аударыңдар. Бұл бейнетаспадан сендер наурыз көже қалай дайындалатынын тамашалайсыңдар. Сәлем, құрметті достар! Сіздермен бірге Гүлназ. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Бүгін мен наурыз көже дайындаймын. Наурыз көженің рецебін ұлттық академиялық кітапханасында алдым. Маған келесі ингредиенттер керек. Ол жылқының еті, арпа, құрт, айран, ұн, су және тұз. Наурыз көженің рецебін видеоның астында таба аласыз. Біріншіден ет пен арпаны пісіремін. 1,5 сағат бойы жас немесе сүрленген етті тұздап пісіремін. Сол уақытта арпаға су құйып, араластырып пісіремін. Ет піскен сорпаны сүзген кейін сорпаны кесеге құйып, құртты ерітемін. Содан кейін сүзілген сорпаға ұнды қосып еземін. Сорпаға арпаны, езілген ұнды, еріген құртты, айранды және туралған етті қосып араластырамын. Қандай дәмі тамаша болды. Наурыз көже дайын. Енді қонақтарды қарсы алуға болады. Наурыз мерекесі құтты болсын. Аспанымыз ашық, дастарханымыз майлы болсын. Келесі кездескенше.
Ал балалар, сендер мына бейнетаспаны көріп тамашаласаңдар, қандай рецептпенен наурыз көже дайындалатынын байқадыңдар. Бұл рецепт қандай да бір тағамды жасауға қажетті заттар мен олардың жасалу жолдарының көрсетілуі екен. Олай болса балалар, біз өзіміз наурыз көжеге рецепт дайындап көрейік. Балалар, ол үшін наурыз көжеге қажетті заттарды суреттеден тауып алайық. Және бұл суретте балалар, артық суреттер де бар. Оны да табатын боламыз. Олай болса балалар, наурыз көжеге қандай тағамдар керек екенін таңдап алайық. Дұрыс айтасыңдар балалар. Тары, ет, қазы, тұз, су, айран, құрт керек екен. Ал енді балалар, бұл жерде артық тағам бал менен алма. Өте жақсы балалар. Қандай керемет. Сендер өздерің наурыз көженің рецебінде дайындап үйрендіңдер. Бұл жерде біз балалар наурыз көжеге қажетті тағамдарды суреттен таба алдық, артық тағамдарды анықтадық. Ал балалар, олай болатын болса, дәптермен жұмыс жасайық. 35-ші беттегі екінші жаттығуға қарайық. Бұл жерде балалар, бүгінгі тақырыбымызға байланысты ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, наурыз мерекесі молшылықты білдіреді деген сөйлемдер жазылған екен. Олай болса балалар, дәптерімізге әдемілеп осы сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Сонымен қатар балалар, біз әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жаза аламыз, иә балалар? Балалар, енді біз суретпен жұмыс жасап көрейік. Балалар, сендер мына суреттен нені көріп тұрсыңдар? Әрине балалар, бұл наурыз мерекесі. Наурыз мерекесінде сонымен қатар балалар, ән айтылып, би биленіп, үлкендерден жастар баталады екен. Сонымен қатар әжелеріміз наурыз көже дайындайды екен. Сол уақытта, сол айда балалар, наурыз айында мал төлдей бастайды. Оны наурыз төлі деп атауға болады екен. Балалар, мінекей біз сендерменен наурыз мерекесі де туралы да көптеген әңгімелер айттық. Балалар, бүгін біз сабағымызда мәтін бойынша өз көзқарасымызды білдіріп жатырмыз. Мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріп жатырмыз. Наурыз көже рецебін өзімізден құрастыра алып жатырмыз. Балалар, біз мақсатымызға жеттік деп ойлайсыңдар ма осы сабақта? Әрине балалар, біз берілген тапсырмалардың барлығын ретімен орындап шықтық деп ойлаймын. Қандай керемет, жарайсыңдар балалар. Міне балалар, біздің сабағымыздың соңына да келіп жеттік. Олай болатын болса балалар, үй тапсырмасын мұқият тыңдап алыңдар. 35-ші беттегі 4-ші жаттығу. Өлеңді қатесіз көшіріп, дәптерлеріне жаза қойыңдар. Бұл өлең де балалар наурыз мерекесі туралы. Және жаттап алсаңдар да болады балалар. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар. Рахмет балалар сендерге.